жоғары жетістік формуласы қарапайым ғана. Аламан және Саламат Еспулаев қазақтың төл табиғи өнімі мен қазақ батыры қысқа уақыт аралығында әлемдік аренаға көтерілді. Аламан өнімдері бұл тиімділіктің кепілі. Бұл допинг емес, бұл табиғи күшіңізді арттырушы. Көз алдымызда хас шебер ММА-да жасаған алғашқы қадамынан бастап дүниенің беделді ұйымында үздік 5 жауынгер қатарына кіріп отыр. Алда енді тек чемпиондық жекпе-жектер. Қазақтар сарыла күткен чемпиондық белбеуді де бірінші болып Саламат алып келеріне сенім мол. Ал бұл жолда оның сенімді көмекшісі болған Аламанның пайдасына көз жеткізер сәт келді. Біздің өнімді пайдаланып чемпион бол. Ол сенің де қолыңнан келеді. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Бокстан Қазақстан ерлер және әйелдер ұлттық құрамалары ақштың Калифорния штатында, Лос-Анджелес және Санта-Моника қалаларында ауқымды халықаралық оқу-жаттығу жиынын бастады. Бұл мұхиттың арғы жағындағы дайындық кезеңі отандық былғар қолғап шеберлер үшін ағымдағы жылдың басты додасы Жапонияның Нагоя қаласында өтетін 20-шы жазғы Азия ойындарына және болашақ 2028 жылғы Лос-Анджелес олимпиадасына жол ашатын маңызды қадам болып табылады. Қазақстанның қыз-жігіттері ақшқа шілде айының басында жетіп, Калифорния университетінің заманауи оқу-жаттығу кампусына орналасты. Спортшылардың мұхиттың арғы бетіндегі дайындығы 36 күнге созылып, 8 тамызға дейін жалғасады. Бастапқы күндері спортшылар ұзақ жолдан кейін бейімделу, яғни акклиматизация кезеңінен өтіп, жалпы физикалық дайындықты күшейтуге басымдық берді. Жаттығу жиынына ерлер командасымен бірге Елдос Сайдалин бастаған әйелдер құрамасы да толық құраммен қатысуда. Америкадағы жиынның басты ерекшелігі тек физикалық жүктемелермен шектелмей, шеберлікті шыңдауға бағытталған. Қазақстан бокс федерациясының мәліметінше, жаттығудың соңғы апталарында отандық боксшылар жергілікті америкалық кәсіпқой боксшылармен спаррингтік кездесулер өткізеді. Бұл спортшылардың халықаралық тәжірибесін арттырып, жаңа тактикалық әдістерді меңгеруге мүмкіндік береді. ақштың белгілі физикалық дайындық бойынша маманы Кристофер Камачо құрамаға бұл сапардың жауапкершілігі жоғары екенін ескертіп, жаттығуларда 100% күш салуды талап етті. Калифорниядағы бір айлық негізгі дайындық кезеңі аяқталғаннан кейін Қазақстан құрамасы бірден Жапонияға аттанады. Жапониядағы соңғы қысқа мерзімді оқу-жаттығу жиынынан соң боксшыларымыз 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында өтетін Азия ойындарында ел намысын қорғайтын болады. Ұлттық құрама ақштың Калифорния штатындағы ең танымал және ең жоғары деңгейлі 2 спорт кешенінде жаттығу өткізуде. Біріншісі Камачо перформанс болса, екіншісі Брикхаус боксинг джим залы болмақ. Жаңа айтқандай, спортшылармен бірге танымал америкалық маман Кристофер Камачо және Қазақстан бокс құрамасының бапкерлері жұмыс жасауда. Ұлттық құраманың бапкерлер қосыны америкалық бокс мектебінің агрессивті стилі және физикалық қысымына қарсы тұруды үйретуге басымдық берген. Қазақстанның ерлер және әйелдер командасы сапында халықаралық аренада асылған мықты деген барлық былғары қолғап шеберлер бар. Солардың ішіндегі ең басты тұлғалардың бірі Айбек Оралбай. Қазіргі таңда әлемдік бокста аса ауыр салмақтағы басты текетірес қазақ және өзбек мектептер арасында жүріп жатқаны белгілі. Айбек Оралбайдың басты қарсыласы өзбекстандық танымал боксшы Жахонгир Закиров кәсіпқой бокстан әуесқой боксқа қайта оралып, Азия ойындарындағы ең қауіпті қарсылас ретінде дәл Айбекті атайды. Осы уақытқа дейін бұл екі боксшы рингте 3 рет кездесіп, 2 рет Айбек жеңіске жеткен. Сондықтан бұл жиын Айбек үшін чемпиондық атағын қорғау жолында өте маңызды болмақ. Сонымен қатар құрама сапында Нұрбек Оралбай, Санжар Ташкенбай және әлем кубоктарымен халықаралық турнирлерді ысылған ағайынды сабырхандар бар. Басқа да жас таланттар осы жиында бақ сынап, америкалық кәсіпқойлармен спарринг өткізеді. Ал бұл аралықта Индонезия астанасы Джакарта қаласында бокстан 19 жасқа дейінгі және 23 жасқа дейінгі жастар мен жасөспірімдер арасындағы Азия чемпионаты қызу өтіп жатыр. Қазіргі уақытта турнирдің ең қызықты алғашқы іріктеу кезеңдері мен ширек финалдық жекпе-жектер өтуде. Чемпионатқа Азия құрлығының 20-дан астам елінен 430-ға жуық жас былғары қолғап шеберлері бақ сынауда. Қазақстанның жас таланттары бұл турнирге өте үлкен дайындықпен келді. Ю-19 және Ю-23 санаттары бойынша сынға түсіп жатқан отандық боксшылардың басты қарсыластары дәстүрлі түрде Өзбекстан, Үндістан, Қытай және Жапония құрамалары болып табылады. Мамандар бұл чемпионатта болашақ олимпиада ойындарының чемпиондарын анықтайтын басты алаң деп бағалап отыр. Турнир шілде айының ортасына дейін жалғасып, алдағы күндері жартылай финалдық және алтын медаль үшін тартысты финалдық кездесулер басталады. Бейнематериал ұнады ма, онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар, соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңісті жорықтары молынан болсын.